Қайырлы күн, оқушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қоршаған ортаның химиялық бейнесін және технология мен ғылымның дамуы үшін периодтық заңның мәнін түсіну. Дмитрий Иванович Менделеев 1869 жылы өзі жасаған периодтық кестенің бірінші нұсқасын жарыққа шығарды. Ол Ньюлен сияқты элементтерді топ деп алатын ұқсас элементтер қатарына қойылуы үшін салыстырмалы атомдық массаларының өсу ретімен орналастырды. Қазіргі периодтық кестеде бұл топтар бағандар түрінде орналасқан. Натрий, калий және литий бір топта орналасса, хлор, бром және йод өзге топта орналасқан. Ол кестенің маңызды ерекшеліктерін сақтау үшін элементтерді ұқсас қасиеттеріне қарай бір топқа біріктірді. Бұл үшін кейде ол салыстырмалы атомдық массалары өсу ретін есепке алмады. Салыстырмалы атомдық массасы 128 және 127 болып табылатын теллур мен йодқа келгенде, олардың орнын ауыстырып, теллурды 6-шы топқа, селеннің астына, ал йодты 7-ші топқа, бромның астына орналастыруға тура келді. Екі жағдайда да химиялық қасиеттердің ұқсастығы сақталды. Қазір біз бұл қайшылық теллур мен йодтың изотоптарына байланысты екенін білеміз. Химиялық элементтер периодтық жүйесі, периодтық заңның графиктік бейнесі, олар өзара тығыз байланысты, бірін-бірі толықтыра түседі. Екеуі де химиялық элементтерді материя дамуының бір сатысы деп қарап, олардың арасындағы табиғи байланысты ашады. Периодтық заң химия ғылымына ғана жатпайды. Ол бүкіл жаратылыстану және табиғи ғылымдардың ортақ заңы. Сондықтан ғылыммен бірге дамып, оны байыта түседі. Менделеевтің 1869 жылғы периодтық кестесін суреттен көріп отырсыздар. Ал бұл Ньюленстің 1986 жылғы периодтық кестесі. Дидимиум элементінің белгіленуі ол қазір неодимиум және празодимиум элементтерінің қоспасы ретінде белгілі. Ньюленс сондай-ақ G әрпін бериллий үшін қолданды, себебі ол кезде глициниум деп аталған болатын. Химиялық элементтердің периодтық жүйесі ашылған кезде көптеген элементтер белгісіз еді. Ғалымның көзінің тірісінде ол болжаған элементтер ашылып, периодтық заңның дұрыстығының айғағы болды. Галлий 1875 жылы, Сканди 1879 жылы, Германия 1885 жылы ашылды. Менделеев есептеу жолымен анықтаған сипаттамалары олардың тәжірибе жүзінде анықталған шамаларына сәйкес келеді. Периодтық заң ашылған кезде белгісіз инертті газдар да қасиеттеріне қарай галогендер мен сілтілік металдар арасынан орын алды. Заңның ашылған кезінде кейбір элементтердің валенттіліктері мен атомдық массалары дұрыс анықталмаған еді. Периодтық заң табиғаттың дамуы мен бірлігін көрсететін жалпы заңдарға жатады. Қазіргі уақытта периодтық заңға сүйеніп радиобелсенді элементтер ашылды. Бұл еңбектер әлі де жалғасуда. Менделеевтің периодтық заңды ашуы сәті түскен іс емес, терең ғылыми, танымдық маңызы бар табиғаттың іргелі заңдарының бірі. Химия, физика және басқа да жаратылыстану ғылымдарымен тығыз байланысты. Химия мен биология арасынан шыққан биохимия, химия мен геология арасынан геохимия,
космохимия, гидрохимия салалары, өнеркәсіп пен химияның барлық салаларында талдау әдістері үшін қолданылатын аналитикалық химия қалыптасты. Кейбір химиялық мәліметтер ерте заманнан белгілі болған. Химия ғылымының қоғамдағы практикалық мәселелерді, табиғат дамуы, материалдық көзқарастарды шешу мен жаңа заттар, дәрі-дәрмек, энергия мен отынның жаңа көздерін табу және де басқа адамзат қажетіне керекті көптеген заттар алуда маңызы зор. Қазақстанда химия ғылымы мен химия өнеркәсібі 1930-1990 жылдары қарқынды дамыды. Осы кездегі химия алуан түрлі зерттеу әдістері аса маңызды өндірістік, өнеркәсіптік мәні бар ғылымға айналды. Атомдар мен молекулалардағы электрондарды сипаттайтын кванттық механика заңдарының ашылуы химиялық әрекеттесудің табиғатын анықтады. Периодтық заң табиғаттың дамуы мен бірлігін көрсететін жалпы заңдарға жатады. Бұл заңның құрылымдық кескіні болып табылатын периодтық жүйеде периодтар бойынша элементтердің сыртқы қабаттарында электрон санының біртіндеп өсуінен, яғни 1-ден 8-ге дейін металды қасиет екідайлық арқылы бейметалдарға ауысады. Бұл заңдылық табиғаттың санның сапаға ауысу заңының бір көрінісі. Табиғаттың тағы бір жалпы заңы терісті терістеу бір периодтан екіншісіне өткенде байқалады. Периодтық заң ашылмаған элементтерді іздеудегі жол көрсетуші жұлдыз болды. Ғылымның дамуына байланысты ғалымдар химиялық элементтерді жасанды түрде шығара бастады. Периодтық жүйеге сүйене отырып, физиктер атомның ішкі құрылысын ашты. Атом молекулалар қасиетінің құрылысына тәуелділігі анықталды. Атом құрылысын оқып үйрену периодтық жүйені терең түсінуге мүмкіндік берді. Элементтердің периодтық жүйедегі орны мен атомдарының құрылысы арасында байланыстың болатындығы анықталды. Қазірдің өзінде де периодтық заң және периодтық жүйе ғылымның терең сырларын түсінуге мүмкіндік береді. Осымен біздің периодтық заңның маңыздылығы сабағы аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.